Жаз, жұмыстан демалып, әртүрлі, тек өз еліңді ғана емес, басқа да елдерге шығып, әртүрлі көрікті жерлерді көріп, мөлдіреген суға түсіп, ұмытылмас естеліктер қалдыратын уақыт. Бүгін мен сіздерге осы жазда туристер ең көп баратын, туристарға барлық жағдай жасалған 5 мемлекет жайлы айтып беремін. Онда бастайық. Египет. Таяу шығыс пен Африканың солтүстік шығысында орналасқан мемлекет. Оның жағалауларын Қызыл және Жерорта теңіздері шайып жатыр. Египеттің көп бөлігі құмды шөлді аймақтар. Қазіргі Египеттің шекарасын алып жатқан мемлекет бірнеше мыңжылдықтар бойы жерін сақтап келе жатыр. Ежелгі мүсіндер мен пирамидалар бүгінде көптеген құпияларды сақтайды. Египетте 109 миллионнан астам адам тұрады. Олардың 90%-ы арабтар. Қалған тұрғындардың этникалық құрамы бойынша берберлер, нубиялықтар, коптар және басқа да шағын ұлттар. Мысырға баруды жоспарлап отырған туристер негізгі шығындарды өтей алатын медициналық сақтандыру туралы қамқорлық жасауы керек. Сонымен қатар, мысырлық дәріханаларда дәрі-дәрмектің сапасы өте жоғары. Өйткені олардың жалғандығы заңмен жазаланады. Мұндай қылмыс үшін қылмыскер өлім жазасына кесіледі. Египеттің ресми тілі араб тілі. Үлкен қалаларда, курорттық қонақ үйлерде, дүкендер мен мейрамханаларда қызметкерлер көбінесе орыс, ағылшын және француз тілдерінде сөйлейді. Египеттегі ең көп таралған көлік түрі қоғамдық. Автобустар мен таксилер тұрақты жүреді, ал билеттер аздап тұрады. Көлікті жалға алғысы келетін туристер жолдарда абай болғаны жөн. Өйткені жергілікті тұрғындар көбінесе жол ережесін елемейді. Сіз Египетте атақты әлемнің 7 кереметін біріне кіретін Гиза пирамидаларын, Пергаундар алқабын, Луксор храмын, Шарм-эль-Шейх курорттық қаласын, Қарнақ храмын, Тутанхамон мұражайы, Ұлы Сфинксті және тағы да басқа көптеген жерлерді тамашалай аласыз. Түркия астанасы Анкара, Азияның оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан үлкен республика. Елді Эгей, Жерорта, Қара және Мәрмәр теңіздері шайып жатыр. Бүгінде Түркия халқының саны 84 миллион адамға жақындап қалды. Бұл көп ұлтты ел. Тұрғындардың көпшілігі этникалық түріктер, ал аумақта 30 миллионға жуық күрдтер, 3 миллион гректер, 1 миллион арабтар және басқа да ұлттар тұрады. Ресми тілі түрік тілі. Танымал теңіз жағалауындағы курорттық қалаларда сіз орыс және ағылшын тілдерін ести аласыз. Түркияның инфрақұрылымы жақсы дамыған. Ел экономикасында маңызды рөлді туризм және қызмет көрсету секторынан түсетін кірістер атқарады. Демалысқа алғаш рет баратын саяхатшыларды Түркияны қанша теңіз шайып жатыр және демалуға қайсысы барған дұрыс деген сұрақтар қызықтырады. Елдің әр жағалауында курорттардың үлкен таңдауы бар. Жерорта теңізі ең танымал курорттардың назарында. Мұнда Алания, Белек, Анталия, Кемер, Фетхие орналасқан. Жағажайлары құмды да, тасты да. Түркияны шайып жатқан барлық теңіздерді салыстырсақ, Жерорта теңізі ең жылы болып саналады. Түркиядағы Эгей теңізінің жағалау сызығы оңтүстік батыстан 2,5 километрден астамға созылып жатыр. Бұл орманды таулардың негізінен жартасты және тасты жағажайлардың көркем аймағы. Мұнда жаз Жерорта теңізіне қарағанда желдірек. Ең танымал курорттар Мармарис, Бодрум, Кушадасы. Мәрмәр теңізі. Жазғы жағажай демалысы үшін Түркия жағалауларын жуатын теңіздерді ескерсек, туристер Мәрмәр курортын сирек таңдайды. Негізгі себеп теңіздің шағын өлшемі және саяхатшылар ұнататын барлығын қамтитын жүйесі бар курорттардың аз таңдауы. Мұндағы климат Эгей және Жерорта теңізі аймақтарындағыдай ыстық емес. Шомылу маусымы қысқа, маусымнан қыркүйек айларына дейін. Өйткені су кейінірек жылынады. Қара теңіз жағалауы Түркияның солтүстігінде орналасқан және шамамен 1700 километрді алып жатыр. Мұнда климат басқа түрік жағалауындағы аймақтарға қарағанда салқын және ылғалдырақ. Таулы жер болғандықтан Қара теңіздегі курорттарда трекинг, альпинизм және рафтинг танымал. Курорттардың инфрақұрылымы негізінен түрік туристеріне бағытталған. Бірақ соңғы уақытта аймақта халықаралық туризм белсенді дамып келеді. Турция тек теңіздер мен жағалаулармен ғана танымал емес. Бұл жерде белсенді демалыс үшін Стамбулды, Каппадокияны аралап келуге болады. Греция Еуропадағы ең танымал курорттардың бірі. Мұның бәрі көркем пейзаждардың, дәмді тағамдардың
және кез келген талғам мен бюджетке арналған ойын-сауық ұсынылатын жағажай курорттарының әртүрлілігінің арқасында. Ел Балқан түбегінің оңтүстік бөлігінде және Жерорта теңізінің көптеген аралдарында орналасқан. Шығысында оның жағалауларын Эгей және Фракия теңіздері, оңтүстігінде Жерорта және Крит теңіздері, батысында Ион теңіздері шайып жатыр. Грекия қонақ үйлері қызмет көрсетудің ең жоғары деңгейін ұсынады. Жергілікті шеберлердің бұйымдары керамика, сөмкелер, сандалдар, кілемдер барлығы қолдан жасалған дәстүрлі кәдесыйлар болып табылады. Ел көптеген тарихи ескерткіштермен, көне қалалармен, жұмсақ климатмен және әдемі жағажайлармен танымал. Елдегі туризмнің негізгі орталығы оның астанасы. Әлемдегі ең көне қалалардың бірі Афины. Оның әдемі көне ескерткіштермен тамаша мұражайлары мұнда миллиондаған туристерді тартады. Акрополь және Ликабет төбелері Афинаның орталығы болып саналады. Қала осыдан 6000 жыл бұрын құрыла бастаған. Черногория. Шағын, өте көркем Черногория елі Еуропаның оңтүстік-шығыс бөлігінде, Балқан түбегінің солтүстігінде орналасқан. Оны Адриатика теңізінің нәзік сулары жуады. Мемлекет 3 аймаққа бөлінеді: биік таулы, теңіз жағалауы және орталық бөлігі. Ол 14 аралдан тұрады. Тұрғындардың жалпы саны соңғы санақ бойынша шамамен 650 мың адам. Экономикадағы басым бағыттардың бірі туризм. Бұл сала шетелдік инвестиция үшін ең тиімді сала болып саналады. Саяхатшыларды әдемі табиғат, төмен бағалар, қолайлы экологиялық жағдай және көптеген тарихи және табиғи көрікті жерлер қызықтырады. Черногорияда бір қатар маңызды мәдени және тарихи көрнекті орындар бар. Соның ішінде романеске дейінгі готика және барокко ескерткіштері. Сәулет және діни өнердегі византиялық ықпал әсіресе елдің ішкі бөлігінде байқалады. Біріккен Араб Әмірліктері федеративтік мемлекет. Басқару нысаны бойынша монархия. Құрамына 7 әмірлік кіреді. Астанасы Абу-Даби. Сонымен қатар Дубай, Фуджейра, Аджман, Рас-аль-Хайма, Шарджа және Аль-Кайвайн. Біріккен Араб Әмірліктері салыстырмалы түрде жас мемлекет. Оның құрылуы 1971 жылдың 2 желтоқсанынан басталады. Жарты ғасыр ішінде шөлейт аймақтардан федерация мұнай мен газ кен орындарын игерудің арқасында әлемдегі ең бай елдердің біріне айналды. 50 жыл ішінде экономиканың қарқынды өсуі нәтижесінде Біріккен Араб Әмірліктері өмір сүру деңгейі жоғары заманауи мемлекетке айналды. Жалпы халық саны 15 миллионға жуық. Халықтың 3-тен бірі этникалық арабтар. Елдегі байырғы халық шамамен 11%. Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратындардың 85%-ы дерлік жергілікті азаматтығы жоқ. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ең жақсы көрікті жерлерді таңдау оңай емес. Өйткені елде олардың саны өте көп. Тек Абу-Даби және Дубай сияқты қалалардың аумағында ғана назар аударуға тұрарлық 100-ден астам туристік орындарды санауға болады. Сіз Аджман мен Шарджа, Дримленд, Сафари, су астындағы аңшылық сияқты іспен айналысып, белсенді демалыс өткізе аласыз. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса, арнама тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыз.